Сәлем, Наруто. Мен мұнда Шикамарудың шақыртуымен келдім. Ол соңғы кезде сенің тым көп жұмыс істеп жүргеніңді айтты. Бұл денсаулығыңа кері әсер етуі мүмкін. Иә, Какаши. Ол тәулік бойы бір сәтте демалмай жұмыс істеп жүр. Егер осылай жалғаса берсе, ол ауырып қалады. Сәлем, Какаши. Менің жұмыс уақытым алаңдамағаның дұрыс болар еді. Мен сол бұрынғыша жұмыс істеп жүрмін. Бәрі жақсы. Олы Хокагеге зиян келтіре алатын ештеңе жоқ, Таттебайо. Сен ақымақсың. Біз сенің төзімділігің мен психологиялық күйіңді білмейді деп ойлайсың ба? Кураманың өлімінен кейін сенде бұрынғыдай мыңдаған клон жасап, сол қарқынмен жұмыс істеуге жететін чакра жоқ. Саски, мүмкін сен дұрыс айтатын шығарсың. Кураманың өлімі маған әсер етті. Бірақ менің Узумаки екенімді ұмытпа. Мен бала кезімде де Джониндерден артық чакраға ие болдым. Сондықтан бұл жағдайды оңай еңсер алам. Сен Узумаки болғаныңмен бәрібір адамсың. Чакраңды шамадан тыс пайдаланба. Бізге өтірік айта алмайсың. Тіпті өзіңде өз сөзіңе сенбей тұрсың. Саске дұрыс айтады. Курамамен бірге сенде табиғи жолмен адам ала алмайтын мөлшерде чакра болды. Ал онсыз сен бұрынғыдай жұмыс істей алмайсың. Егер бұл ауыл саған шынымен қымбат болса, үзіліс жасауың керек. Өйткені мұндай жағдаймен ұзаққа бармайсың. Бірақ мен өзімді керемет сезініп жүрмін. Менде бәрі жақсы. Сен соған сенімдісің бе? Сенің ДНК тестің керісінше айтып тұр. ДНК тесті? Не туралы айтып тұрсың? Кеше сен есіңнен танып құлап қалдың. Мен сенің қаныңнан аздап алып, оны Саскеге бердім. Ол Арачимарудың зертханасында тексерді. Сәлем, Арачимару. Жағдайды айтшы. ДНК нәтижелері қандай? Нәтижелері өте нашар. Егер ол осы қарқынмен жұмысын жалғастыра берсе, өзіне зиян келтіріп, бірнеше күнге, тіпті бір аптаға чакрасыз қалуы мүмкін. Онда сен не ұсынасың? Ол жұмыссыз өмір сүре алмайды. Демек қандай да бір шешім болу керек. Иә, әрине. Шешімі бар. Біз Хокагеге мүлде жұмыс істемеу керек деп айтып отырған жоқпыз. Бірақ ол жұмыс уақытын қысқартуы тиіс. Иә, мен бұл ханды Арачимару мен Кабутоға апардым. Олар қарап шықты. Нәтижелері өте ауыр болды. Олар, егер сен осылай жұмыс істей берсең, ауруханаға түсесің дейді. Ал мен не істеуім керек, ақмақ? Бұл ауылға мен керекпін. Мен тоқтай алмайым. Коданың немесе басқа Оцусукидің келесі шабуылы кез келген сәтте болуы мүмкін. Сондықтан біз дайын болуымыз керек. Сөзіңе ой жүгірт, Наруто. Егер сен ауруханаға түсіп қалсаң, ал жаулар Канохаға шабуыл жасаса, барлығын қалай қорғайсың? Ол кезде сен мүлдем пайдасыз боласың, ал барлық еңбегің босқа кетеді. Бұл жерде біз ақылмен жұмыс істеуіміз керек. Онда сендер маған не ұсынасыңдар? Халқым менің көмегіме мұқтаж болып тұрғанда, мен жай үйде отыра алмайым. Біз саған азырақ жұмыс істе деген жоқпыз. Күніне 17-18 сағаттың орнына 7 сағат жұмыс істеуге тырыс. Иә, ал келесі 3 күн мүлде жұмыс істемей демалып, қалпыңа келесің. Иә, Наруто, қалған шаруаларды біз реттейміз. Сен қалпыңа келіп жатқанда Какаши қайтып келеді. Ал Саски келесі аптада Канохада қалады. Бәрі жақсы болады. Жарайды, жігіттер. Сендер дұрыс айтасыңдар. Мен үзіліс алам. Егер сенің бір ғана клоның сыртта адамдарға көмектесіп жүргенін көрсем, сені тауып алып көтіңді айырам. Сендер Рининганнан айырылғаныңды ұмытпа. Менің қасында сенің ешқандай мүмкіндігің жоқ, ақмақ. Мен сені көзімді жұмып тұрып ақ жеңемін, топас. Жетеді. Осы ақмақ айтысты тоқтатайық. Наруто, сен бара бер. Демалысыңды біз қадағалаймыз. Меніңше бұл соңғы Курама. Біз өмірімізде қанша қызықты сәттерді бастан өткердік. Сондықтан енді бәрі бітті деп ойлаймын. Осы өмірден кейін де бірге бола аламыз деп үміттенем. Не айтып тұрсың, ақмақ? Мен Барион режимінен кейін сен өледі деп ешқашан айтқан емеспін. Не айтқың келеді, Курама? Сенімен бірге өмір сүру мүмкіндігі болғанына қуаныштымын, Наруто. Біз міндетті түрде қайта кездесеміз. Бірақ қазір емес. Сенің әлі атқаратын істерің бар. Менің мұндағы жұмысым аяқталды. Қош бол, Наруто. Қарғыс атсын. Дәл қазір сенің жаныңда болғаныңды қатты қалар едім. Сенің жоғалуың тек күшіме емес, психикалық күйіме де әсер етті. Сәлем, Наруто. Хагарома? Сен мұнда не істеп жүрсің? Сен қалайша тап болдың? Наруто, міне менің ұлдарым Ашура мен Индра. Қазір біз саған Кураманы қайта тірілтуге көмектесеміз. Шынымен бе? Үлкен рахмет, Хагарома. Бірақ сендер мұны қалай істей аласыңдар? Өзің білетіндей, Наруто, менің әкем оң құйрықты бюджуларды жаратқан. Сондықтан әр аңның чакрасы негізінде бір түп негізден тарайды.
Сол себепті біз әрбір құйрықты аңнан Шукакудан бастап Гюкиге дейін аздап чакра алып, оған 6 жолдың өз чакрамызды қоса аламыз. Осылайша біз кішкентай Кураманы жасай аламыз, ал ол уақыт өте келе өсіп күшейе береді. Уақытымыз аз, сондықтан асығуымыз керек. Жақсы, бастайық. Курама? Мен сені сағындым. Сәлем, балақай. Әрине, сен мені сағындың. Менсіз сен ештеңе емессің. Мен өлгелі бері көп уақыт өтті. Осыған қалай төзіп жүрсің? Төздім әрине. Айтқандай, мен сені ұмытып та кеттім. Енді ешкім менің мазамды алмайды. Базар жоқ, жақсы. Онда мен Хагаромамен бірге барам. Жарайды, болды, жеткілікті. Не айтып тұрсың? Даусыңды қаттырақ шығара аласың ба, балақай? Мен сенсіз ештеңе істей алмас едім. Сондай-ақ сені ұмытқан жоқпын. Мұны есту жағымды. Бірақ бұл жеткіліксіз. Мен атаммен бірге кетем. Жақсы. Күте тұр. Қайта орала аласың ба? Сені атанаң өтінем деп айтуды үйретпеді ме? Жақсы, Курама. Өтінемін, қайтып кел. Міне, енді дұрысырақ. Өтінемін, Курама, қайтып кел. Жақсы бала, Курама. Өтінемін, Курама. Біз қайтадан біргеміз, Курама. Баршаңызға сәлем. Жақында мен бір қызықты тақырыпты, нақтырақ айтқанда басқа видеоларды талқылаған едім. Көпшілікті Кураманың тағдыры қатты қызықтырды. Яғни соңында оған не болады? Ол қайта орала ма, әлде жоқ па? Сондықтан бүгін мен Наруто Кураманы қалай қайта тірілте алатыны туралы сөйлескім келеді. Алдын ала лайк басып, қоңыраушаны шертіп, подписка жасауыңды сұраймын. Ал микрофон алдында әдеттегідей қиялдап, баршаңызға жағымды қаралым тілеймін. Қарғыс атқыр! Курама. Шын мәнінде Кураманың тағдыры көпшілікті қызықтырады. Өйткені оны өлді ме, әлде жоқ па екені әлі күнге дейін мүлдем анық емес. Біз бәріміз видеолардың қайта туатын қасиеті бар екенін жақсы білеміз. Себебі олар шын мәнінде тірі жаратылыс емес. Оң құйрықты Джубиден жаратылған тірі чакраның шоғырлары болып табылады. Наруто анимесінде видеолардың қайта туатында көрсетілген. Рин қайтыс болған кезінде оның ішінде Исобу болған. Сондықтан Исобу да біраз уақытқа жоғалып кеткен. Бірақ кейін қайта туылып Ягураның ішінен бөлінген. Сондай-ақ Кушинаның бір кездері Курама оның ішінде тұрған кезде өзін өлтіргісі келгенін де ұмытпау керек. Сол арқылы Курама да уақытша бөлігін тоқтату үшін жоғалған. Яғни негізінен видеолар қайта оралуы тиіс. Бұл олардың қасиеті. Алайда Кураманың жағдайы басқаларынан сәл өзгеше, бірегей деуге болады. Ол жай ғана шайқастан немесе басқа бір жерде қаза тапқан жоқ. Ол шын мәнінде өз чакрасының барлығын толықтай жұмсап қойды. Соның салдарынан жай ғана буланып кетті. Мұны біз мангада да анимеде де көрдік. Яғни Курама өз чакрасының бәрін тауыстып жіберген болуы мүмкін. Сол себепті өздігінен қайта орала алмауы ықтимал. Ал егер оған біреу көмектессе, әрине бұл жерде мен Нарутоны айтып отырмын. Наруто бүкіл өмірін Курамамен бірге өткізді. Ол оған өте қымбат. Сондықтан 9 құйрықты түлкінің қайдадан пайда болып, онымен бірге болғанын қатты қалайды. Менің ойымша теория жүзінде бұл мүмкін. Кураманы қайтарудың бірнеше түрлі жолы бар. Мысалы, ең айқын әрі ықтимал нұсқа барлық видеолардың жаратушысы Хагароманың көмегімен қайта тірілту. 6 жолдың данышпаны қажет болған жағдайда Кураманы қайтадан жарата алатын еді, немесе бұрынғысын қайта тірілте алар еді. Еске салайын, Хагарома өз таңбаларының көмегімен заттарды жасап, тіпті оларды тірілте алған. Сондықтан теория жүзінде Хагарома жерге қайта келіп, Нарутоға осы мәселені шешуге көмектесе алар еді. Бірақ одан да ықтимал нұсқа Кураманы Нарутоның өзінің қайта тірілтуі. Бұрынғы анимацияларында мен Наруто 6 жолдың данышпанының күшін және оның таңбаларын қайтадан ала алатынын көрсеткенмін. Бұл күш Нарутоға Оцуцукилерге қарсы тұру үшін керек болуы мүмкін. Алайда көпшілік Наруто ең алдымен Хагароманың таңбаларының көмегімен Кураманы өз бетінше қайта тірілтіп, оны қайтадан өз ішіне мөрлей алатынын жоққа шығармайды. Кейбіреулер Наруто Арачимарудан көмек сұрап
сурап, Кураманы ЭДТНЦ арқылы тірілте алады деп болжаған. Шынымды айтсам, бұл мүмкін бе жоқ па нақты білмеймін. Бірақ Ханзо қайта тірілген кезде оның Саламандраста бірге болғанын ескерсек, ЭДТНЦ арқылы тек адамдарды ғана емес, жаратылыстарды да қайта тірілтуге болады деген ой туады. Демек, теория жүзінде Кураманы да тірілтуге болады. Ол үшін тек оның ДНК-сы немесе чакрасы қажет. Ал бұл өз кезегінде бар нәрсе. Өйткені Каноха зертханаларында Кураманың чакрасынан жасалған препараттар және жалпы оның чакрасының қалдықтары сақталған. Демек, Орочимару Кураманың чакрасын алып, оны қайта тірілте алар еді. Сонымен қатар бізде Сора бар, Шиноби, нақтырақ айтқанда монах. Оның ішінде Кураманың чакрасы бар, әрі ол аз емес. Оны да түлкіні қайта тірілту үшін қолдануға болар еді. Тағы бір тәсіл Джубиге байланысты. Бұл жағдайда Наруто Хагаромадан алған күшінің көмегімен биджулардың күшін бөліп, жаңа биджуларды, соның ішінде Кураманы да жасай алар еді. Тек бір нәрсе түсініксіз. Жаңа Кураманың бұрынғы Кураманың жеке тұлғасы болар ма еді, және ол Нарутоны есіне сақтар ма еді. Бірақ бұл да түзетілуі мүмкін нәрсе. Сонымен қатар бұл бізге мүлдем жаңа биджуларды сыйлар еді. Олармен өте қызықты сюжет жасауға болады. Мен бала кезінде Наруто анимасын көргенде биджулар өте көп, 9-дан да көп сияқты көрінетін. Бірақ кейін әрине бұлай емес екенін білдім. Ал қазір бізде мүлдем жаңа керемет әрі қызықты биджуларды жасау мүмкіндігі бар. Олар мүлдем жаңа кейіпкерлер болғандықтан, оларды басқаша сипаттап, өзгеше етіп жазуға болар еді. Білмеймін, сендер қалай ойлайсыңдар, бірақ жеке өзіме бұл идея өте керемет болып көрінеді. Мен Нарутоның Кураманы қайта тірілткенін қалар едім, бірақ одан да қатты қалайтыным Нарутоның Хагарома секілді жаңа биджуларды жаратқаны. Бұл тек өткенге жасалған керемет намек қана емес, жалпы алғанда өте мықты сюжет болар еді. Қалай болғанда да Кураманы қайта тірілтудің әлі де көптеген мүмкін нұсқалары бар, және оған апаратын жолдарда аз емес. Сондықтан алдағы уақытта осы тақырыпқа арнап үлкен видео жасауға тырысамын. Кураманың шамамен 10 жылдан кейін өздігінен қайта тірілуіне үміт артуға да болады. Қалай болғанда да мұндай мүмкіндік бар. Бізге ешкім Кураманың мәңгілікке жойылғанын нақты айтқан жоқ. Сондықтан 10 жылдан кейін Курама қайта оралуы әбден мүмкін. Және анық нәрсе, ол тағыдан Нарутоға барып, оның ішінде қайта мөрленер еді. Алайда Наруто түлкісіз сонша уақыт шыдай ала ма? Бұл да даулы мәселе. Оның үстіне Боруто анимасының алғашқы кадрларына қарасақ, Наруто ол уақытқа дейін шыдай алмағандай көрінеді, және оны Каваки әлдеқашан өлтіріп қойған. Дегенмен теория жүзінде түлкі тірілер әлеміне қайта оралып, Нарутоны бұрынғы күш деңгейіне қайта жеткізе алады. Бірақ соған қарамастан мен бұған қатты күмәнданамын. Өйткені бұлай болатын болса, осының бәрі барлық оқиға, бүкіл сюжет пен драма бекер болғандай болып шығады. Ал Кураманың қайта пайда болуы мұның бәрін бұзып жіберер еді. Бұрын дәл осы себеппен Кишимото Джираяны қайта тірілткісі келмеген еді. Себебі оның өлімі төңірегіндегі драманы бұзғысы келмеді. Қазіргі таңда Боруто жобасымен айналысып жатқан Кишимото да өз қағидасынан таймайды деп ойлаймын. Және Кураманың жағдайы да Джираямен болған жағдайға ұқсас болады. Сондықтан тек бір үміт қалады. Наруто Кураманы қайта тірілтуді өз қолына алып, оны жеке өзі қайтадан жандандырады. Біріншіден, бұл керемет деңгейде әсерлі болар еді. Екіншіден, Борутоның сюжеті мен рейтингі жай ғана көкке көтерілер еді. Мұндай мүмкіндікті авторлар анық жіберіп алғысы келмейді. Сол себепті Боруто авторларына да, Кишимотоға да үміт артудан басқа амал жоқ. Қалай болғанда да осы жерден бәрі тәмам. Ал сен Кураманың қайта тірілуі туралы не ойлайсың? Басында көрсеткен анимация саған қалай әсер етті? Пікіріңді білгім келеді. Видеоның астына коммент жазуды ұмытпа. Сондай-ақ арнаға демеушілік жасай аласың. Бұл әрине маған үлкен көмек болар еді. Көріп шыққаның үшін үлкен рахмет, және де сәттілік.